Құрметті аудитория, мен бірінші сұраққа жауап беретін болады. Бұл қозғалма формалар сене қандай эмоциямен ассоциация тудырады. Қозғалма форма, яғни кинетикалық өнер маған өте қызық эмоциялар тудырады. Ол мысалға ассоциация дегенде бір экспонат бар, ол көптеген уақыт жұмыс істеп, бір қызыл жидкостьті жинап отырған. Бұл өнерді мен ассоциация кинетикалық өнер деген естігенде келіп тұр, өйткені ол TikTok, социальный басқа сеттерде көп кездескен менің рекомендация бар. И сол жұмысты көргенде мен бір рутина сияқты сондай эмоция сездім. Технология арқылы өнердегі басты мазмұнды және әсерді, оқырманға деген әсерді түбегейлі өзгертеді. Яғни түрлі құралдар мен материалдар ұсыну арқылы осы белгілі бір өнердегі ойды жеткізуге, кеңірек, тереңірек жеткізуге түрлі мүмкіндіктер береді. Мысалы, 3D модельдеу арқылы біз белгілі бір кескіндемені жаңа тұстар немесе жаңаша кескіндемелерді жасап, сол белгілі бір ойды жақсырақ түсінуге көмектеседі. Кинетикалық өнер сияқты қозғалысқа негізделген өнерлер адамдарға түрлі эмоциялар беріп, өзгергіш динамикалық қозғалысқа сезімталдығын арттырып, осылайша өмірдің тез өзгеретіні және тез өзгеріп тұратындығын түсінуге толық мүмкіндік береді.